студенттер, білім алушылар және тыңдаушылар. Бүгінгі 11-ші дәрісіміздің тақырыбы 3-ші В топша элементтері. Дәрістің жоспары 3-ші В топша элементтерінің жалпы сипаттама, 2-ші сканди, итри, лантан, актини және олардың қосылыстарының таралуы, алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері. 3-ші В топша элементтеріне сканди, итри, лантан және актини жатады. Олардың ішкі орбиталі электронға жаңадан тола бастаған. Электрондық конфигурациясының формуласы n-1, d1, n-2. 3-ші В топша элементтері табиғатта шашыраңқы және сирек кездеседі. Минералдар құрамында олар оксид түрінде болады. Бұл элементтердің стандартты электродтық потенциалдары теріс болғандықтан оларды хлоридтер мен нитраттарын электролиздеп алады. Сканди, итри, лантан, актини күмістей аппақ металдар. Химиялық реакцияға түскен кезде олар 3 электрон беріп, күшті тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді. Әдетте олардың бетін оксид қабат қаптап тұрады. Қыздырған кезде олар жанып, 3 валентті оксидін түзеді. Сканди, итри және лантан қыздырғанда басқа да тотықтырғыштармен әрекеттесіп, галиттер, нитриттер, сульфиттер, гидриттер түзеді. Актини радиоактивті болғандықтан, оның қосылыстары әлі жақсы зерттелмеген. Сканди, итри, лантан қосылыстарында тек +3 тотығы дәрежесін көрсетеді. Олардың 5 электрондық ұяшықтарының болуы комплекс қосылыс түзуге бейімділігін көрсетеді. Алдымыздағы слайдта 3-ші В топша элементтерінің қасиеттері көрсетілген. Яғни олардың реттік нөмірі, салыстырмалы атомдық массасы, валенттік электрондар саны, атом радиусы, салыстырмалы электротелестілік мәні, балқу температурасы, стандартты электрондық потенциал мәні көрсетілген. Енді осы элементтерге тоқталып өтейік. Сканди, алдымыздағы слайдта скандидің атомдық қасиеттері, физикалық қасиеттері, таралуы, алынуы, атомдық қасиеттері және қолданылуы көрсетілген. Сканди жеңіл ауыспалы, сирек жер, күміс түсті сарғыш металл, парамагнитті металл болып табылады. Ауада оксид қабатпен қапталады. Тығыздығы 2,99 грамм бөлінген сантиметр куб. Сканди радиоактивті элемент, жасанды жолмен алынған. Бір тұрақты изотопы бар, яғни сканди 45. Менделеев алдын ала болжаған элемент болып табылады. 1879 жылы швед химигі Нильсон алғаш рет Скандинавиядан табылған гадолонит пен эвксенит минералдарынан бөліп алған. Сондықтан элемент сканди деп аталады. Табиғатта тау жыныстарының құрамында кездеседі. Жер қыртысындағы нағыз шашыранды элемент. Маңызды минералдары торионит, истеритит, вольфрамит, касситерит, самарскит болып табылады. Скандидің 3 валентті оксиді электронды есептеу машиналарының тетігін жасау үшін қажет. Скандидің басқа қосылыстары радиотехникада кеңінен қолданады. Енді скандидің алынуына тоқталып өтейік. Скандиді бөліп алу үшін электр тоғы пайдаланылады. Оны сканди хлоридін электролиздеп алады. Яғни сканди хлоридін электролиздегенде сканди элементі бөлініп шығады және хлор газ күйінде бөлінеді. Сонымен қатар оларды басқа активті металдармен ығыстырып алуға болады. Мысалы үшін сканди хлоридін калиймен әсер еткен кезде сканди бөлінеді және калийдің хлориді бөлінеді. Алдымыздағы слайдта скандидің химиялық қасиеттері көрсетілген. Сканди сумен әрекеттесіп гидроксидтерін түзеді. Сканди қышқылдарда еріп, тұз және сутегін бөледі. Қыздырған кезде металдық сканди оттегімен, хлормен, броммен, йодпен, күкіртпен және азотпен сәйкесінше сканди оксидін, сканди хлоридін, сканди бромидін, сканди иодидін, сканди сульфидін, сканди нитридін түзеді. Сканди азот қышқылмен әрекеттесіп, скандидің 3 валентті нитратын, аммоний нитратын және суды түзеді. Азот қышқылы өте сұйытылған ерітіндіде осы реакция жүреді. Сканди қосылыстарының химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, сканди оксиді түссіз қатты зат. Нитратын ыдыратып алуға болады.
Скандий оксиді негіздік оксид болып табылады. Олар суда жақсы еріп, сәйкес гидроксидін түзеді. Скандийдің тұздары ақ түсті кристалл заттар. Хлоридтері, нитраттары, ацетаттары суда жақсы ериді, комплексті қосылыстар түзеді. Комплексті қосылыстардағы координациялық саны 3-тен 6-ға дейін болады. Скандийдің сульфиді сары түсті қатты зат, ауада тұрақты, қайнаған суда гидролизденеді. Скандийдің гидроксиді скандий тұздарының ерітінділерін сілтілермен өңдеу арқылы алады. Келесі элемент И3. Алдымыздағы слайдта атомдық қасиеттері, физикалық қасиеттері, таралуы, алынуы, химиялық қасиеттері және қолдануы көрсетілген. И3 сирек жер элементтеріне жатады. Атомдық нөмірі 39, атомдық массасы 89, табиғатта тұрақты бір изотопы бар, яғни атомдық салмағы 89 болады изотопы. Күмісте ақ түсті металл тығыздығы 4,47 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Балқу температурасы 1500 градус, қайнау температурасы 2927 градус. И3-ді 1794 жылы фин химигі Доллин ашқан. И3 циркон, сфен, апатит, эфдиалит, уранинит минералдарында кездеседі және оларды өңдеу кезінде алынады. Темір, никель, титан, хром, молибденге легерлеуші қоспа ретінде ядролық реакторлардың құрылымдық материалы ретінде пайдаланады. Синтетикалық И3 радиоэлектроникада және зергерлік өнеркәсіпте қолданылады. Алдымыздағы слайдта И3-дің алынуы көрсетілген. И3-ді алу үшін металл сусыз галогениттерді кальциймен немесе литиймен тотықсыздандыру арқылы алынады. Сонымен қатар хлоридтерін электролиздеп алады. И3-дің химиялық қасиеттеріне тоқталып өтсек, И3 сумен әрекеттесіп гидроксидтерін түзеді. И3 қышқылдарда еріп, тұз және сутегін бөледі. Металл И3 оттегімен, галогендермен, күкіртпен және азотпен әрекеттеседі. Өте сұйытылған азот қышқылында И3 металы ериді. Азот диоксидінің И3 металымен әрекеттесуі алдымыздағы слайдта көрсетілген. Нәтижесінде И3-дің нитраты және азоттың екі оксиді бөлінеді. И3 қосылыстарының химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Оның оксидтері түссіз қатты заттар, нитраттарды ыдыратып алуға болады. И3 гидроксиді қыздырғанда ыдырайды және қышқылдармен, көмір қышқыл газымен әрекеттеседі. Сілтілердің еритін И3 тұздарына әсері алдымыздағы кестеде көрсетілген. Сонымен қатар И3 сульфидінің ыстық сумен гидролизі 100 градустан астам жоғары температурада жүреді. Алдымыздағы слайдта лантан элементінің атомдық қасиеттері, олардың физикалық қасиеттері, табиғатта таралуы, алынуы, химиялық қасиеттері және қолданылуы келтірілген. Лантан жылтыр, күміс ақ түсті металл, жұмсақ пластикалық болып табылады. Тығыздығы 6,17 грамм бөлінген сантиметр куб. Балқу температурасы 920 градус, қайнау температурасы 347 градус. Атомдық нөмірі 57, атомдық массасы 139. Сирек кездесетін элементтерге жатады. Лантанның табиғатта екі изотопы кездеседі, яғни лантан 139 және радиоактивті лантан 138. Лантан өндірісі шикізатты фракцияларға бөлуді қамтиды. Лантан, серий, прозиодим және неодиммен бірге шоғырланған. Алдымен қоспадан серий бөлінеді, содан кейін қалған элементтер экстракция арқылы бөлініп алынады. Лантан лантаноидтар тобының бірінші элементі және ол периодтық кестенің 6-шы периодында орналасқан. Оның қасиеттері басқа лантаноидтармен ұқсас және ол көбінесе олармен бірге табиғи минералдарда кездеседі. Тотығу дәрежесі +3-ке тең. Лантан ылғал ауада тотығады, бөлме температурасында су және тұз, азот күкірт қышқылдарымен әрекеттеседі, 200 градустан жоғары температурада галогендермен әрекеттеседі. Негізгі минералдары ол монацит, бастнезит, апатит және лапарит.
Лантанның қосылыстары, мысалы үшін лантанның құраматы жоғары температуралы электрөткізгіш керамикалық бұйымдар құрамына кіреді. Лантанның оксиді оптикалық шынылардың құрамына кіреді. Ал лантанның фториді, сонымен қатар лантанның оксиді лазерлік қасиеті бар заттар ретінде қолданылады. Алдымыздағы слайдта лантанның химиялық қасиеттері көрсетілген. Лантан сумен әрекеттесіп гидроксидтерін түзеді. Сұйытылған қышқылдарда еріп, тұз және сутегін бөледі. Лантан оттегімен, галогендермен, сутегімен, күкіртпен және азотпен әрекеттеседі. Лантан сұйытылған азот қышқылдарымен әрекеттесіп, лантанның 3 валентті нитратын, аммоний нитратын және суды түзеді. Азот қышқылы өте сұйытылған ерітінді. Лантанның және оның қосылыстарының қолдану аясы кең. Олар катализаторлар ретінде қолданылады, яғни лантан автомобиль катализаторларында пайдаланылып шығарылған газдардың тиімділігін арттырады. Оптикада қолданылады, яғни лантанның оксиді жоғары сыну көрсеткіші бар оптикалық әйнектерді жасау үшін қолданылады. Олар камераларда және телескоптарда пайдаланылады. Сонымен қатар жарық шығаратын материалдар ретінде қолданылады. Лантан люминесцентті лампалар мен теледидарлар үшін люминофорлар жасау үшін қолданылады. Металл қорытпалар ретінде қолданылады. Лантан арнайы қорытпалардың, мысалы мешметалдың құрамына кіреді. Ол оттықтар мен жоғары сипатты болаттардың өндіруде пайдаланылады. Келесі актиний элементі. Актинийдің алдымыздағы слайдта атомдық қасиеттері, физикалық қасиеттері, таралуы, алынуы, химиялық қасиеттері және қолданылуы көрсетілген. Актиний күмістей ақ түсті металл, жұмсақ пластикалық металл болып табылады. Актиний радиоактивті актиноидтар тобының алғашқы элементі. Тығыздығы 10,107 грамм бөлінген сантиметр куб, еру температурасы 1050 градусты құрайды, қайнау температурасы 4131 градус. Бір изотопы бар, ол актиний 227. Актинийді алу үшін радий 226 радионуклеидін нейтрондармен сәулелендіру арқылы жасанды түрде алынады. Сонымен қатар оның хлоридтерінен электролиздеу арқылы алуға болады. Актинийдің атомдық радиусы лантанның атомдық радиусының сәл үлкен. Химиялық қасиеттері де лантанға өте ұқсас. Қосылыстарында +3 тотығу дәрежесін алады. Бірақ оның жоғары реактивтілігімен және негізгі қасиеттерімен ерекшеленеді. Актиний белсенді металл, ол ауада тотығып оксидтер түзеді. Ол қышқылдар мен сумен оңай реакцияға түседі, әртүрлі химиялық қосылыстар түзеді. Қосылыстарының көпшілігі ерімейді. Алдымыздағы кестеде актинийдің химиялық қасиеттері көрсетілген. Актиний сумен әрекеттесіп гидроксидтер түзеді. Сұйытылған қышқылдарда еріп, тұз және сутегін бөледі. Актиний оттегімен, галогендермен, сутегімен, күкіртпен және азотпен әрекеттеседі. Актиний сұйытылған азот қышқылмен әрекеттесіп, актиний 3 валентті нитратын, аммоний нитратын және су түзеді. Алдымыздағы слайдтарда актиний қосылыстарының химиялық қасиеттері көрсетілген. Актинийдің гидроксиді суда нашар ериді. Азот, тұз және күкірт қышқылдарында ериді. 1000 градустан жоғары қыздырғанда ол ыдырайды. Актинийдің сульфиді қою қоңыр түсті, қара кристалды зат. Оны алу үшін 1400 градусте температурада күкірт сутек ағынында актиний оксалатын немесе оксидті күйдіру арқылы алады. Актинийдің оксиді кристалл зат, суда ерімейді. Оны 1100 градусте оттегі атмосферасында актиний оксалатын күйдіру арқылы алады. Актинийдің хлориді тұз қышқылының актиний тұзы. Актиний оксидін хлор мен күкірт дихлоридінің буларымен және актиний гидроксидін аммоний хлоридімен вакуумда 250 градусте температурада қыздыру арқылы алынады. Актинийдің сульфаты күкірт қышқылының актиний тұзы, суық суда аз еритін зат. Актиний тұздарының ерітінділеріне суда еритін сульфаттарымен әсер еткенде кристалдық тұнба түрінде түзіледі.
Актиний жалпы медицинада кең түрде қолданылады. Актиний 227 ядролық медицинада, әсіресе рак терапиясында қолданылады. Сондай-ақ актиний радиоактивтілікпен байланысты ғылыми зерттеулерде, сондай-ақ кейбір лазерлерде қолданылады. Актиний және оның изотоптары радиотерапия мен диагностикада маңызды құралдар болып табылады. Алдымыздағы слайдта лекцияда пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Енді бүгінгі дәрісте алынған білімдерімізді бекіту үшін көрсетілген QR код арқылы сканерлеп немесе сілтеме арқылы өтіп сұрақтарға жауап берсеңіздер болады.